Әңгіме басталмай жатып лайк басуды, пікір қалдыруды ұмытпайық. Және әңгімені соңына дейін тыңдайық. Айгерім 5 жылдық тәжірибесі бар. Шыдамдылығы темірдей. Мейірбике ұзақ уақыт бойы 2 ауысымда қатарынан жұмыс істеп жүрді. Соған қарамастан алатын айлығы 1,5 айлықтан сәл ғана жоғары. Мардымсыз еді. Бүгін ол өзін мүлде титықтап қалғандай сезінді. Аяғында әрең тұрды. Айгерім мейірбикелер отыратын бөлмеге енді ғана отыра бергенде, есіктен кезекші аға мейірбике кіріп келді. Ол толық денелі, үнемі қабағы қатулы жүретін әйел еді. Айгерім, сен бүгін кетпейсің, деді ол бұйыра сөйлеп, қарсы уәж айтуға мүмкіндік қалдырмай. Айгерім басын баяу көтеріп аға мейірбикеге қарады. Бауысы тыныш шықты, бірақ ішінде қауіпті бір нықтық сезіліп тұрды. Тыңдаңыз, мен қатарынан 2 ауысымда атқардым. Менің жұмысым 1 сағат бұрын аяқталды. Мен қала алмаймын. Аға мейірбике қолынан түсіп бара жатқан науқас карталарын түсіп алды. Ана мейірбике жұмысқа шықпады. Іші қатты ауырып қалғанын жазыпты. Қазір кезекке адам жоқ. Демек оның орнына сен қаласың. Оның үстіне сен жассың. Саған ақша керек. Ол жалған жанашырлықпен. Үстіне аздап ақша қосып берем, деп Айгерімнің қолына қалың карталар иіндісін ұстатты. Айгерім бұл иіндіні көргенде бетіне қан тепті. Бұл шыдамның соңғы тамшысы еді. Осы жұмыста оны тек бітпейтін қараңғылық пен өмірден еш қуамсыз тіршілік қана күтіп тұрғанын анық түсінді. Жоқ, мен қалмаймын. Аға мейірбике тосылып қалды. Бір сәттің ішінде беті сініп, ашуға булыққандай болды. Қалайша жоқ, сен кімге қарсы шығып тұрсың? Сен міндеттесің. Әйтпесе, бөлім меңгерушісіне хабарлаймын. Ол саған оңайлықпен жол бермейді. Хабарлай беріңіз, деді Айгерім сабырмен. Бірақ мен қатарынан тағы бір ауысым жұмыс істеуге міндетті емеспін. Мен өзім де сізге қатысты шағым жазамын. Аға мейірбике оған танкідей төне түсті. Жұмыс істейтін адам жоқ қой, соны қалай түсінбейсің? Қалағаныңызды жазыңыз, мен бұлай жалғастыра алмаймын. Айгерім бәрін тұман ішінде жүргендей сезінді. Ол аға мейірбикенің ашылы сөздерін тыңдамай, тікелей бас дәрігердің бөлмесіне бет алды. 10 минуттан кейін Айгерім қолында жұмыстан шығу туралы өтінішінің көшірмесін ұстап сыртқа шықты. Ол соншалықты шаршаған еді, белгісіз болашақтан қорқудың орнына шынайы жеңілдік сезінді. Өзін бір ауыр бұғаудан босатқандай болды. Үйіне келіп, тыныштықта аздап демалған соң, Айгерім енді не істеу керегін ойлай бастады. Әмиянында ақша аз еді, ұзақ жатуға уақыт жоқ болатын. Ол планшетін алып, мейірбикелерге арналған жабық кәсіби топқа кірді. Жұмыс іздеу туралы ойлар еркіндік қуанышын біртіндеп ығыстырды. Ол хабарламаларды парақтай бастады. Кенет қызу талқыланып жатқан бір тақырып назарын аударды. Қыздар, бір бай адамға қатысты бос жұмыс орны туралы біреу естіді ме? Деп сұрапты біреу. Айлығы аспандап тұр. Қалалық ауруханада 4 айда алатын жалақыдай. Арман жұмыс сияқты. Ондай ақша үшін кер төгуге де болады, деп жазды басқалар. Алайда бұл пікірлердің арасында күмәнді ескертулер де болды. Қыздар, бұл арман жұмыс емес, керісінше нағыз тозақ, деп жазды бір қатысушы. Ол жерде 5 айдың ішінде 7 мейірбике ауысып кеткен. Бірде-бірі 3 аптадан артық шыдамаған. Көбі бұдан да ерте кетіп қалған. Қолданушылар бір-бірімен дауласып, тақырыптан тақырыпқа секіріп, кейде қалжыңдап, кейде ашуланып жатты. Айгерім сансыз хабарламалардың арасынан талқылаудың мәнін жоғалтпай оқуға тырысты. Біреу, ол бай болса не болыпты? Ол да адам емес пе? Несі сонша қорқынышты? Деп сұрады. Бірнеше ондаған мағынасыз жауапты оқыған соң, Айгерім ақыры сол жерде 2 апта жұмыс істеп шыдаған адам жазған пікірді көрді. Күндіз ол өте қатал, сөзге қарсы шыққанды көтермейді, өктем, деп жазылыпты қысқа әрі ресми түрде. Әлсіз деп санағандарды ашық түрде қорлайды. Емдеуші дәрігерді де төмендетеді. Ал түнде мүлде ақылға сыймайтын жағдай басталады. Айгерімнің арқасынан суық жүгіріп өткендей болды, бірақ ол оқуды тоқтата алмады. Оның қорқынышты, адан төзгісіз түстері бар, өзін ұстай алмайды. Кірген адамның бәріне тап береді. Тіпті ауыр жарақаттауы мүмкін.
Сондықтан мен өз өмірімді бәрінен жоғары қойдым. Келесі күні ақ ойланбастан кетіп қалдым. Айгерім бойында кенет адреналиннің тасқынын сезіп, сол жауап жазған адамға тікелей хабарлама қалдырды. Сол жерге орналастыратын агенттіктің атауын жазып жіберіңізші. Чатта күлкі белгілері қаптап кетті. Дәл солай, дұрыс. Бұл жұмыстан барынша алыс жүрейік, деп жазды біреу. Мұндай сұрақ қойып отырғаныңа қарағанда, жағдайын қатты қысқан сияқты деп, тағы бір қатысушы күмәнмен қосты. Ол жұмыс соған тұрмайды. Менің құрбым сол жерде аз қылғанда жүйкесінен айырылып қала жаздады. Алайда Айгерім нақты жауапты күтті. Біраз уақыт өткен соң, экранда бір жеке агенттіктің атауы көрінді. Қасында ескерту жазылып тұрды. Ол жерді көретін ешқандай ақыға татымайды. Бұл нағыз қорқыныш. 3 рет ойлан. Айгерім чатты жапты. Қаржылық жағдайы өте ауыр еді. Ал бейтаныс адамның сөздерінен ол тек қорқынышты емес, бір түрткі, бір шақыруды да сезді. Ең жаманы оның басынан өтіп қойған еді. Ол жұмысынан айырылды. Бірақ енді өмірінде бірдеңені өзгертуге мүмкіндік туғандай болды. Неге тәуекелге бар көрмеске? Келесі күні таңертең жақсылап демалып алған соң, Айгерім өзінің ең жақсы іскерлік киімін киді. Жуырдағы жұмыстан кетудің шаршауы орнына әрекет етуге деген өткір қажеттілік келді. Кадр іріктеумен айналысатын агенттік қаланың ескі бөлігінде орналасқан екен. Сұхбат қысқа әрі нақты өтті. Агенттік қызметкері шын жағдайды жасыруға тырыспады. Айгерім бұл айда келген 10-шы үміткер сияқты еді. Жұмыс беруші өте ауқатты адам. Жұмыс тәулік бойы және өзіне тән ерекшелігі бар, деді ол. Бұрынғы үміткерлерден түнгі кезекшіліктердің өте ауыр екенін білеміз. Бірақ еңбек ақысы да соған сай. Бұл сізді қорқытпай ма? Жоқ, деп қысқа әрі сабырмен жауап берді Айгерім. Ол құжаттарға қол қойды. Оған мекен-жай мен байланыс деректері берілді. Фазыл мырзаның үйі қатаң классикалық үлгіде салынған алып зәулім сарай екен. Үйді айнала биік көзге өтпейтін қоршау қоршаттырды. Аулада тыныштық орнаған. Кейде көзге түсетін санаулы қызметшілер үрейленгендей бастарын көтермей жүретін. Айгерімді шағын қонақ бөлмеге кіргізді. Онда орта жастағы бір ер адам күтіп отыр екен. Айгерімді көргенде оның жүзінен шынайы жеңілдік байқалды. Сіз Айгерім болсаңыз керек. Камаша, менің атым Самил мырза. Мен емдеуші дәрігермін, деді ол, көзінде мазасыз жылтырақ пайда бол. Дәрігердің асығыстығы мен абыржуы бірден көзге түсті. Ол Айгерімді көптен күткендей әсер қалдырды. Ендеше диагнозым мынадай. Ауыр жол апатының салдары, бірнеше күрделі сүйек сынуы, ұзақ оңалту кезеңі, ақсаңдау, жарақаттан кейінгі күйзеліс, түнгі қорқынышты түстер. Ол емдеу сызбасын жылдам қарап шығып, ауырсынуды басатын дәрілер, тыныштандыратын препараттар, дәрумендер, емдік жаттығулар, деп тізіп шықты. Сосын даусын бәсеңдетіп, алкогольге ерекше назар аударыңыз. Ол қатаң тыйым салынған. Дәрілермен қосылғанда күтпеген әрі қауіпті әсер беруі мүмкін, деп ескертті. Айгерім басын изеп қағаздарды мұқият қарады. Тағы бір нәрсе, деді Самил мырза маңдайын орамалмен сүртіп. Фазыл мырза өте өктем адам. Ол өзінен әлсіз деп санаған адамдарды ашық түрде менсінбейді. Соған ермеңіз. Мен кейде өзімде, қысқасы сізге сәттілік. Ол бұл кездесуді тез аяқтағысы келгендей, сөзін бітіре сала портфелін алып шығып кетті. Айгерім оның абыр-сабыр қимылдарын бақылай отырып, дәрігердің бұл суық сарайдан қашып шыққанын және кезекте мейірбикені науқаспен бет-бе-бет қалдырғанын бірден түсінді. Айгерімді қараңғылау үлкен қонақ бөлмеге алып келді. Терезеден күн түсіп тұрса да, бөлмені күңгірт жарық басып тұрған еді. Суық каминнің жанындағы терең бұлғары креслода бойы ұзын мығым, жүзінен қаталдық байқалатын ер адам отырды. Бұл үй иесі Фазыл мырза еді. Айгерім креслоға сүйеліп тұрған сәнді таяқты, ал үстел үстіндегі кәріптас түсті сұйықтық құйылған хрусталь құманды байқады. Фазыл мырза қолында бос бокал ұстап, көзін каминнің қарауыта қалған ішіне қадап отырды. Ол мейірбике кіргенде де бұрылмады. Демек, жетіншісің бе? Әлде одан да көп пе? Деді ол салғырып қана. Дауысы төмен,
жұмсақ болғанмен мазаққа толы еді. «Бір апта шыдайсың ба, әлде 2 апта ма?» Айгерім саспады. «Сәлеметсіз бе, Фазыл мырза? Менің атым Айгерім. Мен сіздің жаңа мейірбикеңізбін. Міндетім Самил мырзаның нұсқауына сәйкес сіздің тезірек қалпыңызға келуіңізді қамтамасыз ету. Мен бұл үйде істі соңына дейін жеткізу үшін қалан. Мейірбике екенсің ғой», деді ол менсінбей. Фазыл мырза бокалға қарап, қолын құманға созды. «Сізге болмайды, Фазыл мырза», деді Айгерім сабырлы әрі нық дауыспен. Бай адам басын көтеріп оған патшаға тән таңданыспен қарады. «Не дедің?» «Мен болмайды дедім», деп қайталады Айгерім жақындай түсіп. «Емдеуші дәрігеріңіз алкогольге қатаң тыйым салды. Сіз күшті ауырсынуды басатын және тыныштандыратын дәрілер қабылдап жүрсіз. Бұл тыйымды бұзу денсаулығыңызға өте қауіпті». «Сен менің қамқоршым емессің», деп кесіп айтты ол. «Ал ана дәрігер маған ештеңе тыйым сала алмайды. Бұл үйде ережені мен қоям», деді ол. Осы сөздерден кейін ол құманның қақпағын ашып, ішімдікті құя бастады. Фазыл мырзаның оным айтқанын әдейі елемей тұрғанын көрген Айгерімнің ішінде бірден нық шешім пайда болды. Ол 2 қадам жасап, алғаға шықты да, қолын қысқа сермеп, дәл әрі қатты қозғалыспен бокалды оның қолынан қағып жіберді. Бокал жұмсақ кілемнің үстімен домалап кетті. Ішімдік кілемге сіңіп қалды. Фазыл мырза қозғалыссыз тұрып қалды. Көздері сенбегендей кең ашылды. Айгерім оның жанарында бір сәттік абыржу пайда болғанын байқады. Сірә, ол өзіне қарсы шыққан адамға қалай жауап берерін ұмытып қалғандай еді. «Сіз мені өзіңізге көмектесін деп жалдадыңыз», деді Айгерім сабырын сақтады, бірақ нық дауыспен. «Ендеше өзіңізді қолға алыңыз». «Сіз мәселелерді шешетін ер адамсыз ба? Әлде оларды ішімдікпен ұмытқысы келетін әлсіз жансыз ба? Қайсысы екеніңізді өзіңіз таңдаңыз». Қонақ бөлмеде ауыр тыныштық орнады. Үнемі бәрі оған сөзсіз бағынуға ерінген Фазыл мырза терең дем алып тұрды. Сен маған ақыл айтып тұрсың ба?» деді ол сыбырлай. Ашуымен таңданысы араласпектенеді. Ол кілемдегі даққа көз тастады, кенет әлсіз жымиып басын изеді. «Жарайды, Айгерім. Бәлкім сен дұрыс айтатын шығарсың. Бүгін мен жеткілікті ішіп қойдым. Бірақ егер тағы бір рет осындай әрекет жасасаң, ойланбастан үйден қуып шығамын. Мұндай жағдай қайталанбаса, мен тек қуанамын», деді Айгерім сабырмен. Фазыл мырза үнсіз қалып, оған қарап тұрды. Айгерім оның көзіндегі суық менсінбеушіліктің орнына байыптылық пен тіпті аздаған құрмет пайда болған сезді. Ол құманды үстелге қойып, қақпағын жапты. Сосын орнынан тұрып, ақсап бөлмеден шығып өтті. Келесі 2 күн осылайша қалыптасқан, бірақ ішкі кернеуі бар күнделікті тәртіппен өтті. Фазыл мырза бұрынғыша өкпем сүйкімсіз күйінде қалды. Ол мейірбикені елемеуге тырысты. Бірақ Айгерім оның енді алкогольге тыйынды ашық бұзуға батылы бармай жүргенін байқады. Айгерім осы уақытта үй иесінің кең жатын бөлмесіне жалғасып тұрған қызметшілерге арналған шағын бөлмеге орналасып алды. 3-ші түнде Айгерім мазасыз, сезімтал ұйқыда жатқан. Кенет ауыр, тұйық соққы естілді. Біреу құлап, жерге соғылғандай болды. Артынша қысқа, өткір айқай шықты да, қайтадан үрейлі тыныштық орнады. Айгерім бірден орнынан тұрды. Тәпішкесін әрең тауып үлгергенде, тыныштықты жыртқан қарлығынға жан ұшыра шыққан дауыс естілді. «Жоқ, құдайым, жоқ!» Тағы да тыныштық. Сосын одан да үмітсіз, жанды тіліп өткен айқай шықты. Айгерімнің жүрегі қатты соғып, ол бірден жүгіріп кетті. «Маған олай қарама, мен қаламадым». Айгерім байдың жатын бөлмесіне жүгіріп кірді. Түнгі шам әлсіз ғана жарық беріп тұрған жартылай қараңғыда ол сұмдық көріністі көрді. Фазыл мырза ұзын түнгі көйлегімен еденнен көтеріліп келе жатыр еді. Киімі терге малынған, денесі ұйқы үстінде теңселіп тұрды. Көзі ашық, бірақ ештеңе көрмей бір нүктеге қадалып қалған. Бетінде таза, алғашқы қорқыныштың ізі қатып қалғандай еді. Ол кірген адамға қарай баяу бұрылды, бірақ Айгерімді көріп тұрғандай емес. Демігіп тағы да қайталады. «Маған олай қарама. Мен сені өлтіргім келген жоқ». Осы сөздерден кейін оның денесі тырысып, қалшылдай бастады. Қолдары бейберекет ауа сермеп жатты.
Ол не болып жатқанын түсінбей, қорқыныштың толық билігінде еді. Айгерім мұндай жағдайды бұрында көргенін, және ол өзіне де жақындаған адамға да зиян келтіруі мүмкін екенін бірден ұқты. «Фазыл мырза, ояныңыз!» деп дауыстады ол қатты. Жауап орнына ол қолын сермеп, Айгерімнің бетіне тиіп кете жаздады. Артқа шегінген Айгерім бұл жерде сөздің пайдасыз екенін түсінді. Оның алдында өктем бай емес, өз-өзін ұстай алмай, бүкіл денесі қалтырап тұрған үрейлі адам тұрды. Ол ойланбастан жақындап барып, ер адамды шапшаң әрі мықтап құшақтап алды. Оның тырысып тұрған денесін өз кеудесіне қысып, қозғала алмайтындай етті. «Тыныш, бәрі өтті, мен осындамын», деп сыбырлады ол. Фазыл мырза бұлқынып жатты, бірақ Айгерім оны босатпады. Өзінің жүрегі де қатты соғып тұрса да, ол бар назарын оны тыныштандыруға алдырды. Қолының жылуы, сенімді әрі бір қалыпты дауысы қорқынышты біртіндеп сейілтті. Ер адамның бұлшықеттері баяу босаңсыды. Демі қалпына келіп, ол ауыр күрсінді. Айгерім оның есін жинай бастағанын сезді. Ол саналы түрде көзін жыпылықтатып, өзіне келгендей болды да, өзінің Айгерімнің құшағында тұрғанын аңғарды. Бірақ оны итерін жібермеді. Ол соңғы рет діретті де, әбден әлсіреген күйде, бала сияқты тынышталып, Айгерімнің қолында иықтап қалды. Басын оның иығына сүйеп тұрды. Айгерім оны абайлап жастыққа жатқызды. Көрпемен жатты да, ұзақ уақыт қасында отырып, тынысы бір қалыпты болғанша бақылап отырды. Сол сәтте Айгерім оның бойынан мен үй иесін емес, біреудің өлімі үшін өзін кінәлі сезініп жүрген, ауыр жарақат алған, бақытсыз адамды алғаш рет көрді. Таңертең Фазыл мырза кеш оянды. Ол төсегінде тұйық әрі көңілсіз күйде жатты. Мейірбикенің көзіне тіке қарамауға тырысты. Ал Айгерім болса, өзінің кешегі кішкентай жеңісінен жігер ал, күнделікті міндеттерін сабырмен атқарып жүрді. Түске таман зәулім үйге емдеуші дәрігер келді. Ол бұрынғыдай абыр-сабыр, мазасыз күйде еді. Оның алаңдаушылығы бірден көзге түсті. Әрине, түнде болған жағдайда қызметшілердің бірі оған айтып үлгергені анық еді. Фазыл мырза дәрігерді суық мысқылмен қарсы алды. «Айтшы, пайдасыз адам, мен қашан жазылам? Қашан сен мені мына дәрілермен толтыруды қоясың?» Самил мырза сәл шошып қалды, бірақ дереу өзін жинап алды. «Фазыл мырза, біз бәрін белгіленген жоспар бойынша жасап жатырмыз. Жағдайыңыз тұрақты. Жақын арада дәрінің мөлшерін азайтуға болады», деп жауап берді. Тексерістен кейін дәрігер құралдарын жинастырып, асығыс түрде Айгерімге нұсқаулар бере бастады. «Науқастың жағдайы тұрақты. Емді сол бұрынғы сызба бойынша жалғастыра беріңіз», деді ол. Айгерім дәрігердің соңынан дәлізге шықты. «Самил мырза, 1 минут. Түнгі ұстамалардан кейінгі жағдайын талқылауым керек», деді ол нық дауыспен. Дәрігер терең дем алды. Қашып кету жоспары кейінге қалатынын түсініп, табанды мейірбикемен дауласпады. Екеуі бос тұрған бөлмелердің біріне кірді. «Сіздің асығып тұрғаныңызды түсінемін, бірақ маған толық мәлімет керек», деді Айгерім. «Кеше түнде өте қорқынышты болды. Ол қатты айқайлады. Қорыққанымнан өзінде есімнен танып қала жаздадым. Ол бір өлім туралы айтып жатты». Дәрігердің жүзі бірден бозарып кетті. «Нақты не болды, Самил мырза?» деп талап етті Айгерім. «Сіз жол апаты туралы айттыңыз. Машинада не болған?» Айгерімнің шегінбейтінін түсінген дәрігер ақыры сырын ашты. «Сіз дұрыс айтасыз. Ол жалғыз болған жоқ. Оның қалымдығы қаза тапты. Ол танымал модель. Көпшілік мойындаған сұлу қыз еді. Олар бірнеше күннен кейін үйленуі керек болатын». Дәрігер толқи сөйлеп кетті. «Мен тек нақты деректерді ғана білем. Рөлде өзі болғаған. Қар басқан жолда көлік басқаруға көнбей апатқа ұшыраған. Машина соғылып жолаушысы сол жерде жан тапсырған. Ал өзі өте ауыр сынықтармен тірі қалды. Демек, оның түнгі қорқынышты түстері қалыңдығының өлімі үшін өзін кінәлі сезінуімен тікелей байланысты», деді Айгерім. Самил мырза мұңайып басын изеді. «Бұл жарақаттан кейінгі ауыр күйзеліс. Бірақ көріп тұрмын, дәрілер оған онша әсер етпей жатыр. Ал психологқа барудан ол үзілді кесілді бас тартады», деп күрсінді дәрігер.
Екі маманды балағаттап, лицензияларынан айрам деп қорқытқан соң, ол бағыттан мүлде бас тартуға тура келді. Ол үшін бедел деген ұғым жоқ. Қысқасы, біз тығырыққа тіреліп отырмыз. Дәрігерден қаза тапқан қалыңдық туралы білгеннен кейін, Айгерім бір нәрсені анық түсінді. Фазыл мырза кінә сезіммен арылмайынша, ол осы суық зәулім үйде жасырынып өмір сүре береді. Бұл үйдің әр бұрышы оның қайғысын айқайлап тұрғандай еді. Айгерім байдың күннің көп бөлігін өткізетін қонақ бөлмесіне көз жүгіртті. Ол бөлме сән салтанатқа толы болғанмен, өлі әрі жансыз көрінді. Онда жеке заттар да, жүрекке жылы ұсақ түйекте жоқ еді. Үй иесі өткен өмірдің барлық ізін әдейі өшіріп тастағандай әсер қалдырды. Сол кезде Айгерім осы өлі интерьерге жан бітірсе қалай болар еді деп ойлады. Күндіз қоймалардың бірінен Айгерім кенеп, матаға оралған үлкен, көне суретті тауып алды. Ашық қараған сәтте, ол таңданысын жасыра алмады. Суретте жазғы көрініс бейнеленген еді. Барлығын жылы жарық нұрға бөліп тұр. Алдыңғы қатарда шие ағашының бұтақтары жайғалып тұр. Сол бұтақтарда сары тұмсықты, ұсақ дақты, көптеген құстар әртүрлі қалыпта қонып отырған. Бұл сурет жарық пен өмірге толы еді. Айгерім суретті қонақ бөлмеге келіп, қабырғаға сүйек қойды. Осы сәтте Фазыл мырза телефонмен сөйлесуді аяқтап, оны үстелге қойды. Айгерім сақтықпен жымиып, оған тіл қатты. Үйімізге аздап жан бітіретін уақыт келді, Фазыл мырза. Қандай әдемілік тапқаныңды қараңызшы. Сіздің ойыңызша бұл суретті қай жерге келген дұрыс? Фазыл мырза суретке көз салған сәтте, оның жүзі кенеттен қатты ауырсынғандай бұрмаланды. Ол суретте емес, елесті көргендей болды. Мұны қайдан алдыңыз? Деді ол қарлығып. Дереу алып кетіңіз. Айгерім шошып артқа шегінді. Оның көзіндегі үрей соншалықты күштеді, ол өзінің қатесін бірден түсінді. Фазыл мырза, не болды? Бұл жай ғана сурет қой. Мен алып кет дедім, деп айқайлады ол. Қаяғын суретке қарай бағыттап, қорғанғандай кейіп танытты. Бұл оның суреті. Ол осыны қатты жақсы көретін. Мен мына құстарға қарай алмаймын. Бұл ауыр. Тым ауыр. Ол теріс бұрылып креслоға отыра кетті де, жүзін қолмен жапты. Айгерім шегінудің орнына оған жайлап жақындады. Даусын біртіндеп бәсеңдетіп, оның сөзін тыңдауға мәжбүр етті. Мен оны алып кетем, Фазыл мырза, деді ол жұмсағынмен. Бірақ сіз өз махаббатыңыз мүлде болмағандай кейіп танытып жүрсіз. Сізше, оны еске салатынын бәрін жасырып қойсаңыз, ауырсыны жоғалып кете ме? Фазыл мырза оған қарап қалды. Сен қайдан білесің? Мәңгілікке жоғалтудың қандай екенін сен түсінбейсің. Түсінем, Фазыл мырза, деді Айгерім. Мен де жоғалтудың азабын бастан кешірдім. Ананның орнын басқан адамды күн сайын көз алдында сөніп бара жатқанын көріп, бірақ оны тоқтатуға ештеңе істей алмайтын күйді білемін. Айгерімнің жай ғана, бірақ жүректің түбінен шыққан шынайы сөздері бай адамды күтпеген жерден тосып алды. Ол өмір бойы өзіне қызмет еткенді, өзінен қорыққанды, немесе іштей жек көргенді ғана көріп үйренген еді. Ал дәл өзінікіндей терең, өзінікіндей ауыр қайғыны түсінетін жанашырлықты сезіну, ол үшін мүлде жаңа, тіпті есеңгіретерлік жағдай болды. Сен не туралы айтып тұрсың? Деп сұрады ол аддырап. Айгерім тағы бір қадам жақындады. Ол енді оның байлығынан да, беделінен де қорықпайтын. Қарсы алдында тұрғаны, ішіне сыймай, айтылмай қалған қайғыдан тұншығып жүрген жай ғана адам еді. Мен өзімнің үлкен әкем туралы айтып тұрмын, деді Айгерім сабырмен. Оның көзқарасы бір сәтке алыстап кетті. Мен анамды мүлде білмеймін. Мені өсіргенде, баққанда әпкем болды. Ол тек екі адамның орнына жұмыс істеп, мені аяққа тұрғызған жоқ. Ол маған оқуды үйретті. Бесік жырын айтып ұйықтатты. Басымнан сипап, маңдайымнан сүйетін. Сол кезде дүниеде ешқандай қайғы жоқтай күлімсірейтін. Айгерім сәл кідірді. Қазір өзімде сондай жағдайға түскенде ғана оған қаншалықты ауыр болғанын түсініп жүрмін. Дауысы дірілдеп кетті, бірақ ол өзін тез жинады. Кейін оған өте ауыр диагноз қойылды. Ол кезде мен мейірбике болып жұмыс істеп жүрдім.
Бәрін түсіндім. Соңғы сәттім жақындап қалғанын да білдім. Бірақ ештеңе істей алмадым. Ең қымбат, ең сүйікті адамының көз алдында күннен күнге сөніп бара жатқанын көріп, өмір сүруге тура келді. Ол үнсіз қалды. Фазыл мырза қозғалыссыз қатып қалғандай болды. Айгерімнің қайғысын іштей сезінгендей еді. Бірақ ол бәрібір басын шайқады. Бұл басқа жағдай, деді ол ауыр күрсініп. Сенің әпкең аурудан қайтыс болды. Ол дерт. Онда ешкім кінәлі емес. Ал мен сол жол апатына өзім кінәлімін. Оның дауысы дір етті. Мен жылдамдықты жақсы көретінмін. Көлігімді барынша қатты айдап, оны таңғалдырғым келді. Сол үшін енді ол жоқ. Айгерім оның көзінен өкініш пен өзін-өзі айыптауды анық көрді. Бұл қорқыныш мені барлық жерде қуып жетеді, Айгерім, деді ол ішіндегісін босатқандай. Түсінде қайтадан қатты келе жатқанымды көрем. Қанша тырыссам да тоқтай алмайым, бұрыла алмайым. Алдымдағы қабырға жақындап келеді де тұрады. Ол жытынып алды. Сосын артыма қараймын. Оның аппақ бетін көрем. Қорқыныштан тас болып қалған көздерін, айқайлауға ашылған аузын көрем. Сосын бәрі үзіледі. Бірақ сол көзқарас ішімде күйіп тұрып қалады. Бұл түс бірнеше түн сайын қайталанады. Мен ішімдікпен ұмытпақ болдым. Бірақ ол да көмектеспеді, деді ол ауыр дем алып. Айгерім оның иығына қолын қойып, алақанын қысты. Оны үнсіз қолдады. Осы сәтте үстел үстінде жатқан телефон кенеттен қатты шырылдап қоя берді. Фазыл мырза селк етіп тұтқаны көтерді. «Иә», деді ол шаршаған дауыспен. Ол ұзақ тыңдады. Айгерім оның көзіндегі жұмсақтықтың біртіндеп жоғалып, орнына суық, есепке құрылған ашудың келе жатқанын көрді. «Қайталаңыз. Сараптама нәтижесі шықты дейсіз бе?» деді ол кесіп. «Дереу анықтаңыз, ол кім екен?» Телефонды қойып, Айгерімге мүлде басқа көзқараспен қарады. Ол көзқарас жинақы, қатал әрі қауіпті еді. Айгерімнің өзі де еріксіз тітіркеніп кетті. «Бұл тергеуші болды», деді Фазыл мырза. «Ол менің көлігімнің кежегіші әдейі бұзылғанын айтты. Осы қоңыраудан кейін зәулім үй тіріліп біткендей болды. Адамдар қозғала бастады. Үй иесі ұзақ ұйқыдан оянғандай еді. Енді ол өз азабының себебі өзі емес, біреудің қасақана жасаған әрекет екенін біліп, жаңа суық мақсат тапқандай болды. Айгерім науқастың денсаулығын мұқият бақылауын жалғастырды. Қорқынышты түстер біртіндеп жоғалды. Ол Фазыл мырзаның көз алдында қайта тіріліп келе жатқан қуанышпен, мақтанышпен бақылады. Енді ол қайғысын ішіндікпен басатын әлсіз адам емес еді. Ол қайтадан нақ, өзіне сенімді, не қалайтынын білетін ер азаматқа айналды. Бұйрықтарын бұрынғыша қатқыл беретін, бірақ дауысында енді менсінбеу жоқ еді. Ол жиі Айгерімді көзбен іздейтін болды, үнсіз қолдауға мұқтаждай. Қауіпсіздік қызметі оның жеке гаражындағы механикті анықтады. Ол жол апатынан бір күн бұрын жұмыстан кеткен екен. Заңгерлер оның негізсіз байып кеткенін тексеріп, шындықтың түбіне тез жетті. Мұның артында Фазыл мырза бұрын соқыр сеніммен сенген іскер серіктес тұрғаны белгілі болды. Ал Айгерім болса, осының бәрін көріп, өзі де өзгерді. Бұрынғы қысым, шаршау, тығырық сезім жоғалды. Ол өзін жай ғана мейірбике емес, маңызды істің бір бөлшегі ретінде сезінді. Үйдегілердің бәрі оның пікіріне құлақ аса бастады. Болашақтан қорқу да кетті. Ол енді өзінің орнын тапқанын білді. Тіпті ара-тұра келіп тұратын Самил мырза да Айгерімге таңданыспен қарайтын болды. Осындай аласа бойлы, нәзік көрінетін, қара шашты әйелдің бұл өктем алыпты қалай сабасына түсіріп, өмірге деген құштарлығын қайтара алғанына сенер-сенбесін білмейтін. Айгерім тек жымия салатын. Бірақ ол науқастың әлі де ішкі күйзелістің шегінде жүргенін түсініп, оны мұқият бақылауын тоқтатпады. Бір таңертең зәулім үйде ерекше кернеу сезілді. Барлығы маңызды қонақтарды қарсы алуға дайындалып жатты. Фазыл мырза компанияның басшысы ретінде директорлар кеңесін шұғыл түрде өзі шақырған еді. Залға жиналып жатқан қонақтардың алдына Фазыл мырза Айгеріммен бірге шықты. Өзі бозарып тұрғанмен, көзінде жыртқыштай суық, қауіпті от жанып тұрды. Қалғандары келіп жатқан сәтте, ол
қалым шашына ақ араласқан, арықша келген, сымбатты бір ер адамды көзінің қиығымен нұсқады да, ернін ғана қозғап сыбырлады. Бұл сол адам. Бұл адам менің өлімімді қалады. Ол оны өлтірді, деді Фазыл мырза ішінен күйіп. Ол залға көз жүгіртті. Бөлме іші бәсен дауыстармен гүйлдеп тұрды. Басқарма мүшелерінің бәрі оның аздан соң беріліп, тізгінді қолдан шығаратынына сенімдеді. Фазыл мырза таяғының темір ұшын еденге баяу тақ еткізді. Дауыстар бірден тыйылды. Барлығы оған назар аударды. Ол бәрін үстел басына отыруға шақырып, өзі төрдегі орынға жайғасты. Отырыс оның денсаулығы жайлы қысқа хабарламасымен басталды. Сосын ол ауыр күрсініп, сөзді атқарушы директор Әлихан мырзаға берді. Әлихан мырза орнынан асықпай тұрды. «Құрметті әріптестер», деді ол салмақпен. «Фазыл мырзаның жағдайы туралы ол айтқаннан да көбірек білемін. Мен оны жамандағым келмейді. Бірақ өзім кеңес алған дәрігерлер мүлде басқа пікірде. Оның күйзелістері, түнгі қорқынышты түстері, дәрілерге тәуелділігі бар. Мұның бәрі бас директордың дұрыс шешім қабылдай алмайтынын көрсетеді. Компанияның болашағын ойлай отырып, өкінішпен айтуға мәжбүрмін. Емдеу барысы жоспарға сай емес. Сондықтан мен шұғыл түрде сыртқы басқару енгізуді ұсынамын». Осы сәтте Фазыл мырза орындығында теңселіп, басын ұстай қалды. Айгерім оның өғімін астында қатты ширыққан сезді. «Су», деп қарлығып айтты ол. Айгерім бірден стақанды ұсынды. Фазыл мырза бір жұтым ішті де түктеліп отырды. Оның көзінде енді әлсіздік жоқ еді. «Рахмет, Айгерім», деді ол. «Енді Әлихан мырза, мен де өз уәждерімді айтайын». Осы сәтте залға Фазыл мырзаның қауіпсіздік қызметі кіріп келді. Олар үрейден өмі кеткен бір ер адамды ертіп жүрді. Әлихан мырзаның жүзі аппақ болып кетті. «Бұл адам менің жеке гаражымда істеген механик», деп жалғастырды Фазыл мырза. «Ол менің жол апатынан бір күн бұрын жұмыстан кеткен. Бүгін ол өз мойындауын куәгерлер алдында тағда қайталау үшін осында келді». Айгерім шеттен бақылап тұрды. Механик бұрынғы қожайыннан қалтырап, бәрін жазбаға түсіре отырып айтып берді. Ол тежегішті әдейі бұзу үшін Әлихан мырзадан қомақты ақша алған мойындады. «Сіз менің өміріме қастандық жасап қана қоймадыңыз», деді Фазыл мырза орнынан тұрып. «Сіз жазықсыз бір адамды өлтірдіңіз. Біз апаттан 4 күн кейін үйленуіміз керек екенін де білдіңіз ғой». Әлихан мырза қалтырай бастады. «Оны құқық қорғау органдарына тапсырыңыздар», деді Фазыл мырза. 2 күзетші оны қоршап алып, орнына отырғызды. «Құрметті басқарма мүшелері», деп залға қатты дауыспен үн қатты Фазыл мырза. «Менің сөзім әлі де салмақты екенін дәлелдедім деп ойлаймын. Алдарыңызда билікті тартып алу әрекетінің және адам өлтірудің айғақтары. Өз тарапымнан маған деген сенім мәселесін дауысқа салуды ұсынамын. Мен өз міндетіме толық оралуға дайынмын». Қысқа бірақ қызу талқылаудан кейін басқарма бір ауыздан Фазыл мырзаның өкілеттігін сақтап қалуға дауыс берді. Ал атқарушы директор қызметіне басқа адам сайланды. Кеңес мүшелері тараған соң, қонақ бөлмеде екеуі ғана қалды. Фазыл мырза мен Айгерім. «Фазыл мырза, сізге демалу керек», деді Айгерім жай дауыспен. «Өзіңізді тым қатты шаршаттыңыз». Ол басын шайқады. «Демалуға әлі уақыт бар. Алда істейтін жұмыс көп». Ол Айгерімнің қолын алып еріне апарды. Айгерім бұл күтпеген, құрметке толы қимылдан селк ете қалды. «Айгерім, мен саған өміріммен қарыздармын», деді ол ыстық сезіммен. «Сен мені қайта тірілттің. Жоғалтқанымды қайтара алмаймын», деп бүрсінді ол. «Бірақ сен маған өмірді жалғастыру керегін көрсеттің. Қандай қорқыныш болмасын, берілмеу керегін үйреттің. Бокалды қағып жіберген сәттегі көзіндегі қорқыныш есімде. Бірақ сол кезде де сен батыл едің. Сол қорқынышты түнде мені құшақтағанында көз жасынды да көрдім. Соған қарамастан сен берік қалдың. Сен кішкентай болсан да жүрегің өте батыр. Сен менің асау мінезімді жеңдің». Ол бір сәт үнсіз қалды.
Сен менің әйелім бол. Мен саған жүрегіңді беруге дайынмын. Маған тұрмысқа шық. Айгерім жымиды. Мен ойланып көрейін, Фазыл, деді ол, жай ғана. Ол ұзақ уақыттан бері алғаш рет күлді. Жарты жылдан кейін Фазыл мырза мен Айгерім үлкен той жасап, некелерін қиды. Сол уақытқа дейін Әлихан мырза ауыр қылмыстары үшін сотталып, жаза өтеуге жіберілді. Айгерімнің ықпалымен Фазыл мырза байлығына алғаш рет тек билік құралы ретінде емес, жақсылық жасау мүмкіндігі ретінде қарай бастады. Қаражатының қомақты бөлігі қайырымдылыққа жұмсалды. Бұл оған бұрынғы кез келген келісінен де артық қанағат сыйлады. Ол мақсатына жетуде тынымсыз болды. Ал Айгерім оған әрдайым дұрыс бағыт табуға көмектесті. Бұл ықпалды ер адам оған әрдайым сүйіспеншілікпен, алғыспен қарайтын. Айгерім оны құтқарып қалған, әрі айналасындағы әлемді мейірімдірек еткен сол кішкентай, бірақ батыл күш еді. Әңгіме осымен соңына жетті. Егер де ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпайық. Келесте кездескенше.